إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, бүгінгі жұма күнгі уағыздың тақырыбы жалқаулық. Жалқаулық дейді, бірақ әлі жақсы тақырып әрине. Енді жалқаулық жөнінде айтар болсақ, жалқаулық әртүрлі болады. Қаласаңыздар ма текст бойынша айтайын, қаласаңыздар өз аузымен айтайын. Қайсысы қалайсыздар? Текст бойынша қалайсыздар ма? Өзіңізге қалай ыңғайлы? Солай айтайын. Екі үмейді қоссам да болады. Енді мына жерде одан қалса алдыңғы тақырып бар, коррупционный тақырып деген жаңағы жемқорлық жөнінде. Негізі өздеріңіз білесіздер, қазір еліміздің тәуелсіздік күні дейді. Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан болатын болса, әрине ол күн бірінші адамгершілік турасын алып қарайтын болса қасірет күні. Қаншадан қаншама боздақтар, қаншадан қаншама ағаларымыз, апаларымыз, қарындастарымыз, үлкен әке шешелеріміз кезінде осы тәуелсіздік жолында шейіт болды. Сол себепті бұл күнге құрмет қыла отырып, бұл күнді бағалай біліп, енді әрмен қарай осы Алла Тағала бізге елімізді Қазақстан Республикасында өмір сүріп жатқаннан кейін әрмен қарай біз қалай тәуелсіз боламыз деп сұрақ қою керекпіз. Тәуелсіз болу деген біріншіден шығады сананың тәуелсіз болуы. Сананың, ақылдың тәуелсіз болғандығы ол абсолютті тәуелсіздік. Бірақ әрбір саналы адамгершілігі мықты пенде тәуелсіз болған кезде ол тек қана бір жаратушысы Алла Тағаланы ғана бағынады, басқа бір пендеге мүмкін жұмысқа мәселесіне байланысты ара қатынастарға мәселесін бағынған болар, бірақ оған тәуелді болмайды. Тәуелді болу деген қалай? Тәуелді болу деген, енді жалқаулық дегенді қарап отырсаңыз, жалқаулық неден шығады? Жалқаулық, мысалы сіз бір жұмысқа кірдіңізде, бастыңызға бүкіл тағдырыңыз сеніп тапсырасыз да болды, басымды ойламайын дейсіз. Міне жалқаулықтың бір түрі ол. Санадағы жалқаулықтың түрі. Ал егер де санаңыз сіздің жалқау болмай тәуелсіз болатын болса, бастығыңыз айтасыз, басеке, жақсы, мен сізге бағынармын жұмыс бойынша, приказдарыңыздың бұйрықтарын орындармын. Бірақ та сіздің қателігіңіз болатын болса, кемшілігіңіз болса, мен сізге айтып, ескертіп отыру керекпін деп отыр. Бұл жерде басшыға ескерту, басшыға кемшілігін айту, ол оған қарсы шығу деген емес. Көптеген санасы тәуелді, құлдық санадағы адамдар, санасы жалқау ұйықтап жатқандар не істейді? Басқа бір қарсы сөз айтсам, ойбай, мына адам бір жаман адам екен дейді. Кейбіреулер жаңа өздері саяси аттен көре салды. Жоқ. Егер біздер шариғаттың мәселесін, шариғаттың тарихын бәрі терең алып қарасақ, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі бүкіл кезеңдерін бәрін дұрыстап қопарып қарайтын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзіне кейбір сын айтқан, өзіне кейбір ұсыныс айтқан сахабаларға, сен маған қарсы шықтың ғой, сен пайғамбарға қарсы шықтың, кім едің деп, астағфирулла, оған қарсы жазасын қылған жоқ та. Өкінішке орай қазіргі кезде мұсылмандардың көбісінің құлдық санасы, жалқаулық санасы не істейді? Ойбай, қарсы шығу болмайды дейді. Мәселе қарсы шыққанда емес. Мәселе кез келген жұмыс орнында, кез келген қоғамда, кез келген жерде туысқанның арасында егер де бір-біріміздің кемшілігімізді лайықты түрде дұрыстап айта білмесек, әлгі қоғам еш уақытта өспейді.
ол қоғам саси береді, шіри береді. Ол жерде жемқорлық дейтін бірінші орында жүретін болады. Неге? Жемқор адам, жалқау адам екеуі бір ұғымда, жемқорлық пен жалқау. Қараңыз, екеуі ж деген әріптен басталып қалды. Жемқор, жалқау. Не? Жемқор адам алады да, таныс бар, бетсіз, ұятсыз, зымиян, қу. Астағфирулла, жаңағы нағылидың ішінде ең нағылы, бірақ басқа бір білімді адам, басқа бір сондай өнертапқыш адам, ғылымға, өнерге, қандай да бір салада болмасын, бір алдыға шығып адам не істейді? Оны жамандайды да, өзінің жаңа зымияндық әрекетімен әлгі мемлекетті, қоғамды, республиканы, сол жамағатты көтеретін адам не істейді? Аяғына шалады да, астағфирулла. Аяғына шалып, әртүрлі тықылдаған дыбыстар қылады, тықылдаған іс-әрекеттер қылады, тоқылдаған іс-әрекеттер қылады, ақыр соңында не істейді? Қоғамды артқа тартады. Мысалы айтайық, мен мысалы бір жас балдарды білемін, білім мықты. Машалла, білімі күшті. Бірақ енді ешкімі жоқ та, жетіміз. Бірақ енді ол бұлар шығайын десе, оны не істейді? Аяқтан шығады. Мынау кім? Пәленшенің туысы емес пе, керек емес дейді, астағфирулла. Оны орында жаңағы шетелдің үлкен оқу орындарына басқа бір жаңағы пәленше жемқордың баласы бар еді, соны жіберейік, соны алайықшы дейді да. Ананы көріп тұрғаннан кейін әлгі бала, білімді бала, не істейді? Шаршайды да. Ой дейді қолын. Екі қолы кетіп, алыс суға кетіп дейді ғой, сол сияқты өмірге дейін қызығушылық болмай қалады. Сол себепті құрметті жамағат, жалқаулық пен жемқорлық екеуі егіз ұғым бір жағынан. Қай жағынан? Болады кейбір адамда өзінің табиғи жалқау. Болады әке-шешесі бала күнінен тәрбиелеп тастаған солай. Баласына бәрін дайындап береді, баласына ойламай, ол табиғи жалқау, әке-шешесіне берілген. Бірақ кейбір адамдарды сол шаршатып жібереді, кейбір басқа астағфирулла, жемқорлар, сондай бетсіздер, ұятсыздар, зымияндар, қулар, провокаторлар әлгі адамды жалқаулыққа итермелеп жүреді. Істегісі келеді. Бар қолында потенциал бар, ақылы жетеді, санасы жетеді, білім жетеді, бәрін істеп тастайды. Бірақ істейді. Анандай астағфирулла, арандатушылар, жемқорлар, провокаторлар, басқа адамдардың кесірінен әлгі адамды қолдан жасалған жалқаулық пайда болады. Қолдан жасалған жалқаулық. Ол адам әдейі жалқау болайын деп тұрған жоқ. Көреді, істейді. Аяқтан шала береді, подножканы қоя береді, астағфирулла. Арқадан қадай береді. Ол дұрыс па? Ол дұрыс емес. Егер біз мұсылман болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірін дұрыстап қарайықшы. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірін бізде қай жағынан қараймыз? Өздерімізге көп мұсылман пенделерге ыңғайлы жаңағы внешний вид бойынша қараймыз. Сақал, миск, жаңағы 4 әйел алу, жылады жасай алу деген сияқты. Сосын балақты қысқарту, сақалды өсіру деген. Жоқ. Ол бер жағы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінің бәрін қабылдау керекпіз да. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мысалы бір шайқастар болды, білесіздер. Хандақ деген шайқас болды. Медине қаласында, Хандақ деген мағынасы не? Қараңыздар, Хандақ деген сөз арабтың сөзі емес. Парсының сөзі. Хандақ деген шұңқыр, арақ, ой деген. Ал осы Хандақ шайқасындағы осы ойды кім айтты? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сальман әл-Фарси айтты. Қараңыздар, Сальман әл-Фарси, Парсы елінен шыққан түкпірі негізі аты Салман деген кісі келіп, я Расулалла, кезінде біздер елімізде әртүрлі соғыс жағдай болған кездері, шайқасы болатын кезімізде алдын ор қылып қазатын едік деді. Не істеу үшін? Әлгі келе жатқан әскерді тоқтату үшін. Ол байышқана военный стратегия деп орысша айтатын болсақ. Әскери стратегия ол. Қанша тарихтар жазып келген қалалардың сыртында не бар? Бірінші оры бар. Қолдан істеген. Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде орлар болды, онан басқа әртүрлі жаңа рогатскілер болды, танктар тоқтату үшін деген сияқты. Енді қараңыздар, Салман әл-Фарси осы ойды айтқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ей, сен кімсің? Сен де көк Фарсыдан келгенсің ғой, сен білмедің маған ақыл айтады. Мен соңғы пайғамбармын деп төсін ұрған жоқ та, астағфирулла. Деді пайғамбар, бақсам, оны дұрыс екен ғой деді. Дұрыс деді Салман әл-Фарси айтқан. Деді қабылдап, соны қолданды. Соны кейінгі 14 ғасыр қазірге шейін үмметті көрсетті, бірақ үмметтің ішіндегі адамдар не істейді? Көргісі келмейді да, астағфирулла. Нені көреміз? Сақалды көреміз, мешітті көреміз, балақты көреміз болды. Немесе жаңағы оңай сүннат дейді, 4 әйел алу дейміз, жас әйел алу деген сияқты, астағфирулла. Жоқ, 4 әйел алыңыздар, бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне сәйкес алсаңыздаршы мысалы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелдердің ішіндегі тек қана біреуі ғана қыздай болды да, қалғандарының бәрі жесірлер еді. Оны кім алады? Қазіргі кезде әрине өкінішке орай көбіміз алмаймыз, нәпсіміз қаламайды.
ой астағфиралла дейді ғой, не ол мысалы көппенді мұсылман мысалы бар ғой, ой біреудің жесірін алу деген сияқты нәпсіге ауыр дейді да, оны жас қыз алайықшы дейді да, астағфиралла. Жоқ, жас қыз алған жақша, бір пайғамбарымыз сүннеті де сол жағынан да қаралыпты ғой. Сол себепті құрметті жамағат, бұл жемқорлық пен жалқаулық неден шығады? Сананың құлдығынан шығады. Сананың құлдығы сол, жемқор адам, екі бастан білесіздер, бүкіл связін байлап алды бәрін. Ана жерде көкесі, мына жерде туысы, нағашы, қайнатасы, қайнағасы, кім әйтеуір құдасы, короче. Бірақ не істейді? Ауызы билана мұсылман жамағатының дамуын тежейді. Басқа мұсылман жамағатының, мұсылман қоғамның, мұсылман мемлекетінің алға қарай өсуін тартып тұрады. Жалқаулықтың қолдан жасалған түрі да жемқорлық деген. Сол себепті жемқор болудан, жалқау болудан құтылғымыз келе ме? Біздер пайғамбарымыз саллаллаху шариғатын толығымен қабылдау керекпіз. Частично қабылдап қалған мойындамайтын болсақ, ауызы билла құдай сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху уақытында пайғамбардың сүннетін, Алланың әмірін частично қабылдап қалған қабылдамайтын кімдер еді? Білетін шығарсыздар, а? Кімдер деп ойлайсыздар? Мұнафықтар әне. Сол себепті біз частично қабылдап қалған сырттау, одан мұнафық болуды сақтасын. Алайық па бәрін алайық. Орындаймыз ба жақсы, барлығымызға Алла тағала Құдайға шүкір жақсы болады онда машалла. Бірақ орындай алмасақ, оны айтқанда кейде өксасы кім еді деп жек көріп мұрындар тыржитуға болмайды. Өйткені не деген пайғамбар саллаллаху күн алиман деген, ғалым бол деді. Ва мустамиған деді. Және сол ғалымды тыңдаушы шәкірт бол деді. Шәкірті болды, күн тілмизан деп айтылады хадисте. Оның шәкірті бол деді, ұстаз бол. Немесе сол ұстаздың әңгімесін тыңдаушы бол деді. Мұхиббан деді. Бесіншісі болма деді. Яғни ғалымды, ұстазды, шәкіртті және уағызды тыңдау осы төртеуін жақсы көріп, ал осы төртеуін де қабылдамайсыз. Қабағыңыз тыржың ете ме? Ұстаз айтқан жерде. Онда ауызы билля әлгі мұсылман бауырымыздың көкірегінде мұнафықтың қасиеті болғаны. Халакат боласың деп тұр пайғамбарымыз. Халакат құрып кетесің деп отыр. Миллионер бол, кім болсаң ол бол деп тұр. Ұстазды жақсы көр, ғалым жақсы көр, ұстаз жақсы көр, шәкірт жақсы көр, ұстаз, шәкірт үшеуінің айтқан төртеуін осының бәрін жақсы көр дейді. Құлақ салып тыңда дейді. Мешітті тыңдап жатсың ба, телефонды беззвучный режимге қойып қой. Басқа тыңдап жатқан адамдарға зиянды келтірме. Егер зиянды тыңдағың келмей ме, сыртқа шығып кет. Болады, мен мысалы кейбір адамдар тыңдағың келмейді, ол кезде сыртқа қарай шығып кетемін. Басқаларға зиян тимеу үшін деп. Ал жұрттың алдында өзінің астағфирулла шыққан есімінен немесе материальный байлықтармен бағана мақтана отырып, бір ұстазды, имамды менсінбегендей астағфирулла жахилдік талтаң еткен іс-әрекеттен қылу, ол халакат болатын адамның іс-әрекеті да. Сол себепті құрметті жамағат, ұстазға құрмет, шәкіртке құрмет, ұстаз, ғалым, шәкірт үшеуінің айтқанына құрмет қылу арқылы біздер өсеміз. Ал құрмет қылмаймыз, тыңдамаймыз, онда құримыз сол адам. Кім болсаң ол бол, қандай қызмет істе, қандай кабинетің болмасын. Қандай миллиардер болмай-ақ, қандай журналға, газетке кірмей-ақ қой жаңа, кірсең де. Өйткені болады, мысалы бір отырыстар болады, мен де өзім қатысам ке өзім. Басқа бір тыңдап отырған көремде, басқа бір ықыласпен тыңдап отырған адамға зиян тимейді. Мен қарапайым түрде отыра беремін. Әлгі адам тыңдасын, тыңдай берсін. Өйткені ол шәкірт әлі білмеген шығар, ол уағызға келуші адам әлі білмей тұрған шығар. Оның жүрегіне жетіп тұрған шығар. Алла тағала сол уағыз арқылы мүмкін оның санасын көтеріп отқан шығар. Бірақ мен оны естісем де, Аллаға шүкір, мен бірақ үндемей отыра беремін. Неге? Басқаға зиян тимесін деп. Сол себепті құрметті жамағат, жемқорлық, жалқаулық жаңа айтқандай сананың жемқорлығы, сананың тәуелсіздігі, сананың құлдықтығы, ол сол жалқаулыққа апарады да. Ой, жаңа баяғыда совет үкіметі кезінде сіздер естіген шығарсыздар, бар кешіктерді айтқан шығар деп ойлаймын. Ой, үкімет қалдырмайды ғой, асырайды ғой деген бір кейбір ата-бабамыздың, кейбір әкелеріміздің түсініктері болатын. Үкімет қалдырмайды ғой.
Үкімет қалдырмайды, асырамайды емес. Үкімет қалдырма ол жағын қарамаңыз, бірақ Алла тағала маған рызқысымен жеткізеді деп, сіз басқа бір үміт күтпеңіз, ұмтыла беріңіз алға. Болады жаңа кейбір адамдар, ой, астағфиралла, сарбайымшылдар да, пессимистер. Мысалы болады, кезінде енді Алланың қалауымен бір сондай бір жемқорлармен кезігіп қалдық енді. Ой, пәленші ғой, түгенші ғой дейді маған, астағфиралла. Кім болса ол болсын деді маған. Аллаға шүкір, жемқорды жеңді. Ол нені үшін ғой, бұл жерде мақтаныш емес, аттарын айтпаймын, әрине ол жақ ғибадат болады. Аттарын айтпаймын, кім екенін айтпаймын, өйткені ол ғибадат болады деген сонда ол кейбір адамдар басқаша түсініп қалған, мүмкін адам жемқор емес, оның үстінен бір әулие шығар мүмкін. Бірақ біздің қоғамның қазіргі кездегі мына жемқорлық дейтін тақырыптар ол бекерден бекер алып тұрған жоқ. Жемқорлық болсын, жалқаулық болсын. Жалқаулық жаңа табиғи жалқаулық болады. Кейін өмірден көре отырып түңіліп кеткен жалқаулық болады. Бізде қазір қайсысы көп? Оны өздеріңіз жан-жақтарыңыз дұрыстап қарасаңыздар, желательно реальный очкимен дейді ғой, реальный көзқараспен қарау керек та, розовый очкимен емес. Ол басқаша картина көресіздер. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипатын қарасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің жүріс-тұрысын қарасаңыздар, көбісі ойлайды ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көп нәрсені істеді, көрсетті. Бірақ көбісі қарасаңыздар, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, соңғы пайғамбар, сүйікті пайғамбар, күнәсінің бәрі кешірілген, жәннаттағы бірінші кіретін. Бірақ енді қарасаңыздаршы, ол кісі отырып алды да, мен отырамын, сахабалар сендер барып қайтты, мен осы дұға қылып отырайын деген жоқ та. Бәрін істеді, қасына барды, жүрді, кірді, ана қоғамға, кәпір болсын, мұнафық болсын, басқалардың қасына жүрді, айтып, түсіндіріп, көзін ашты, тыңда, бәрін араласып жүрді. Бір жерге кіріп алып, моя хата с краю, я ничего не знаю деген нәрсе позицияда болған жоқ. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінің өзі әр уақытта еңбекқорлық. Отырып алып дұға қылған жоқ. Отырып алып дұға қылса да болады дейді, қабыл болады ғой. Оған періште келіп тұрды ғой, мына екі тауды алайын да құртып жіберейін деді мына Құрайыштың, мына саған қарсы